Быйыл Алаш көсемі Алихан Бөкейхановқа 155 жыл толып отыр. Бар ғұмырын ұлттық мемлекет құруға арнаған саяси қайраткер, Алаш қозғалысының жетекшісі, Барақ Сұлтанның және қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкейдің тікелей ұрпағы. Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтын бітірген. 1905 жылы Ресей патшалығының бірінші мемлекеттік думасының депутаты болып сайланды. Алашорда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы. Қазақстанның халық шаруашылығы бойынша сарапшы маманы, ірі ғалым, сондай-ақ экономист, этнограф, әдебиеттанушы, тарихшы ретінде де танылды. 1919 жылы кеңес үкіметі бұрынғы Алаш ордашыларға кешірім жасап, Алихан Бөкейхановқа ғылыммен айналысуға рұқсат береді. Алайда 1926 жылы тұтқынға алынып, Мәскеуге жер аударылды. 10 жылдан астам уақытында үй қамақта отырып, ол 1937 жылы кері тұтқынға алынды. Сол жылы ату жазасына кесілді. Бізге бай, білімді әрі күшті болу керек. Бай болу үшін кәсіп, білімді болу үшін оқу керек, ал күшті болу үшін бірлік керек. Алихан Бөкейхан.